Сотня воспоминаний. Бірінші серия. 1980 жылдарда 100-ші автобусда кондуктор болып бір жас қыз істеп жүреді. Бір рет ол бәлен адамды автобусға сыйдырамын деп, өзі сыртта қалып қояды. Сол кезде басқа қыз оны байқап қалып жүргізушінің автобусты тоқтатуына себепші болады. Сол күні ол қыз да кондуктор болып жұмысқа орналасады. Басты рөлде тағы да боксшы Джипил деген жігіт бар екен. Оның бокспен айналысатынын отбасы білмейді. Әсіресе әкесі оның тек оқуға көңіл бөлгенін қалайды. Йонро деген қыз бірнеше кондуктор қызбен бірге бір бөлмеде тұрады екен. Олардың қастарына Со Чон Хи да келіп қосылады. Олардың арасында бір атаман қыз бар екен. Ол Чон Хиға өзін көрсеткісі келіп еді. Чон Хи болса оған бағынбай қояды. Таңертең тұрып барлығы таңғы жаттығу жасап, автобусты жуып, жұмысқа дайындалып жатады. Йонроның қасына жаңадан келген Чон Хиді үйренуі үшін қосып қояды. Солай Йонро оны үйретіп бастайды. Бірде бір жас жігіттер алдап билеттің ақшасын төлемей қойғанда, Йонро болмай олардың соңдарынан қуа жөнеледі. Ол біреуін ұстап алып билеттің ақшасын сұрағанда, ол жігіт оған атыла жөнеледі. Сол кезде Джипил Йонроны құтқарып қалып, ақыры оған ақшаны алып береді. Сосын оның қолындағы жарасын көріп қалып, өзінің сүлгісімен байлап береді. Солай Йонро оны бірден ұнатып қалады. Джипил соңғы сыныпта оқиды екен. Бір жыл сабаққа ауырып қатыса алмай, тағы бір жылға қалыпты. Кешке әлгі Хеджа деген атаман қыз Чон Хиді дүкенге жұмсайды. Оның соңынан Йонро да келеді. Ол оған тамақтарды алуға көмектесіп, өзі анасын көруге кетеді. Оның анасы базарда жұмыс жасайды. Екі кішкентай сіңлілері бар екен. Чон Хи болса тамақтарды жеткізсе де, Хеджа тынышталмай оған төсектерді жусын деп бұйырады. Чон Хи амалсыздан оған да көнеді. Таңертең барлығының кешегі жеген тамақтан кейін іштері ауырады. Тек тамақты жемеген Йонро мен Чон Хи ғана өздерін жақсы сезініп жұмысқа шығады. Қалғандарының орнына кеңседе жұмыс жасайтын жігіттерді жібереді. Бір боксшы аяғын қайырып алып, тренері оның орнына жарысқа Джипилға шықсын деп өтінеді. Хеджа болса іштерінің ауырғанын Чон Хидан көріп, бастықтарымен бірге одан жауап алады. Чон Хи да ашуланып кетіп, солай Хеджа екеуі төбелесіп қалады. Тіпті бастықтары да оларды ажырата алмайды. Джипил жарысқа шығып, қарсыласы қаншама мықты болса да, оны нокаутпен жеңіп тастайды. Әкесі теледидар қарастырып жүріп, Джипилдің жеңгенін көріп қалады. Кейін Джипил үйіне келгенде одан боксқа қатысқаны үшін жауап алып айғайлай бастайды. Джипил де оған қарсы сөз айтқанда, ол оны балаша арқасынан таяқпен ұра жөнеледі. Йонро дәретханада бір қыздың іші ауырып жүрсе де, кремді тоқашты жеп қағазын лақтырып жатқанын көріп қалады. Оны Чон Хиға айтады да, екеуі түнде тұрып, сол қыздың шкафын ақтарып жатады. Ол қыз оларды көріп қалып, сөмкемді ақтарып жатыр деп айғайлап, барлығын оятып жібереді. Сол кезде Йонро дәрінің рецептін Хеджаға көрсетеді. Бірақ ол қыз мойнына алмай, Йонро дәріні өзі ішіп көреді. Солай барлығы оның жағдайын аңдумен болады. Бір кезде оның іші ауырып, солай дәріні анау қыздың салғаны білініп қалады. Сосын Чон Хи Хеджаның дәріні салды деп содан көргенін, тіпті олай болмай шықса жұмыстан шығам деп айтқанын есіне салады. Бірақ оған жұмыстан шықпай-ақ қой, мен ақ кінәлі бола берейін, тек өзінің басқаларды жұмсап қинай бергенінді қой дейді. Сосын Йонро екеуі рамен жеп әңгімелесіп отырады. Йонроның арманы университетке түсіп мұғалім болу екен. Чон Хи болса
актриса болғысы келеді. Солай екеуі бір-біріне армандарын айтып достасып кетеді. Бір жігіт Чон Хиді іздестіріп жүреді. Түріне қарасам бір бандит жігіт секілді. Бірде Джей Пил мен досына аяғын қайырып алған боксшы жігіт әңгіме айтып, солай олар өзара төбелесіп қалады. Сол кезде полиция келіп қалып, барлығы жан-жаққа қашып кетеді. Джей Пил қашып бара жатып, киноға келген Чон Хи мен Йонроға жолығып қалады. Солай бірінші серия аяқталады. Екінші серия. Джей Пилді, басқа да төбелескен балаларды бәрібірде полиция ұстап алады. Олардан жауап алып жатқанда Джей Пилдің әкесі келіп оны қорғап алып шығады. Йонроның болса алдындағы жағдайдан кейін бар ойы Джей Пилда болады. Бөлмесіне келіп Джей Пилдің сүлгісіне қарап, сонда жазылып тұрған бір ғимараттың атауын оқып ойланып қалады. Мектепте Джей Пил мен досынан басқа кеше төбелескен жігіттерден түсініктеме алып жатады. Джей Пил әкесіне келіп, ол жігіттерді оқудан шығартпауын өтінеді. Себебі оқудан шығатын болса, Догу деген жігіт бокстан чемпионатқа қатыса алмай қалады екен. Әкесі оған келіспей тұрғанда, ол журналистерге әкесінің өз мәртебесін қолданып, ұлынан басқаларды оқудан шығармақшы екенін айтып берем деп қорқытады. Содан кейін бірақ қана әкесі келісіп, бірақ Джей Пилға репетиторға барып отырасын деп шарт қояды. Джей Пил да қояр емес, оған боксқа қатысуына рұқсат бер деп шарт қояды. Солай екеуі келісімге келеді. Йонро автобуста кетіп бара жатқанда әлгі сүлгіде жазылып тұрған гигант деген ғимаратты көріп қалады. Сосын кешке қарай сол жерге келеді. Ол сүлгіге қатысы жоқ, басқа бір көңіл көтеретін жер болып шығады. Содан кейін оның көңіл күйі түсіп, Джей Пилді ұмытқысы келіп, Чон Химен бірге кешкі уақыттағы тегін оқуға құжаттарын тапсырады. Сосын Чон Хиді өзінің үйіне алып келеді. Догу деген жігіт репетитор болып қосымша жұмыс істейді екен. Сөйтсе Джей Пилға әкесі репетитор қылып соны жалдапты. Солай ол Джей Пилға сабақ оқытып бастайды. Қызық болғанда сол Догу деген жігіт Йонроның ағасы да екен. Солай ол досы екеуі Чон Химен танысады. Барлығы бірге сол үйде кешкі ас ішіп көңілді уақыт өткізеді. Келесі күні Йонро мен Чон Хи оқуға келеді. Бірақ Чон Хидің оқуға мүлдем құштарлығы жоқ екен. Ол тек Йонроны қолдап қана оқуға шешім қабылдапты. Йонроның анасы саудасының жақсы жүргеніне мәз болып, жұмысынан қайтып бара жатқанда байқаусыздан құлап қалады. Йонро оны естіп уайымдап үйіне жүгіріп келеді. Анасы өзі емес, сынған арбасын ойлап қайғырып отырады. Йонро анасын аяп, бастығынан жалақысын алдын ала беруін сұрайды. Бірақ бастығы оның жағдайын түсінбей ақшаны бермей қояды. Сосын Йонро туысқан ағасына келеді. Ол да ақша бермей тек жолына деп ұсақ ақшаны ұстата салады. Йонро болса оны алмай лақтырып кетіп қалады. Содан оның көңіл күйі түсіп, жауынға да қарамай анасының арбасын өзі жөндемек болады. Анасы оны көріп көз жасын тыя алмайды. Сосын Йонро су болып бөлмесіне келгенде, Чон Хи оның жағдайын түсініп аяп кетеді. Содан ол оған келіп ақша ұсынып, анасына арба алып берсін деп айтады. Йонро әрине оны қабылдауға келіспей, Чон Хи болса оған тек қарызға беріп жатқанын, алмаса ренжитінін айтып алуына көндіреді. Анасы жаңа арбасын көріп мәз болып қалады. Ағасы ақшаны Чон Хидің бергенін біліп оған алғысын айтады. Сол кезде ағасының досы да ақша алып келіп тұр екен. Ол өзінің кешіккенін біліп қайтадан кетіп қалады. Джей Пил емтихан тапсырып, кейін досы оны басқа да достарымен бірге бір қыздармен кездесуге алып келеді. Ол қыздар кім деп ойлайсыздар? Әрине, олардың арасында Чон Хи мен Йонро да болады. Солай барлығы бір-біріне қарап қалғанда екінші серия аяқталады.
ары қарай енді тіпті қызық болатын секілді. Келесі серияларын жіберіп алмас үшін каналымызға тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер.